Кез келген адам өзінше ерекше болып келеді. Алайда кейбір адамдармен ерекшелік бойынша жарысу қиын. Себебі біреулер туылғаннан солай болса, қалғандары өз өмірлерімен бірге болмысын күрделі түрде өзгертуге шешім жасайды. Оған да өз мақсаттары бар. Бүгін ерекше адамдар топтамасы жайында әңгімелейтін боламыз. Ал кеттік. Бұл Рапунцель аталып кеткен Алия Насырова. Алия қазіргі таңда өзі 27 жаста болса, шаштары 20 жыл бойы өсіп келеді. Күйеуі әйелінің шашын жақсы көре отырып мақтанады, және оның кесілуіне рұқсат бермейді. Шаштың салмағы 2 килограмм, ал ұзындығы 2 метрден асып қалады. Күнделікті таңертең шашын тарау мен жинауға 1 сағат жобасы кетеді. Сондай-ақ шашын аптасына 1 рет жуады. Жуу мен шашын кептіруге 1 күнін арнайды. Бұл 2 метрлік шашқа арнайы күтім жоқ. Алия ай сайын 1 рет шаштарының ұшын қырқып тұрады. Қарапайым шампунь мен бальзамдарды қолданады. Дұрыс тамақтанып, сонымен бірге өмір ырғағын қадағалап отырады. Алия өзінің шаштарымен ешқандай қиындық болмағанын айтады. Алайда көшеге жайылған шашпен шықпайды. Себебі шаштары оның бойынан ұзын болып келеді. 32 жасар Кейти Мид өзінің Даун синдромына қарамастан көптеген жетістіктерге қол жеткізеді, және де басқаларды сол арқылы шабыттандыруға тырысады. Оның жүрегіне операция жасаған. Паралимпиадалық ойындарға қатысқан. Дауннан ауытқыған адамдар дүниежүзілік фондының өкілі болды. Жақында шаш күтімін арнаған косметикалық брендтің келбет атанды, және Кейти шашқа жасалған ешбір тәжірибелерден қорықпайды. Ол осы арқылы басқа елдерді сенімділікке үйретеді. Оған жаңа бағдарламаға қатысу қатты ұнайды. Бұл әйел басқаларға жеткілікті түрде тұрақтылықтың, күштің және өз-өзіне сенімділіктің айқын мысалын көрсетеді. Бразилиядан болған Вальдер Сигато бицепс бұлшықеттерін халыққа еліктей отырып танымал болу үшін шынықтырады. Қол бұлшықет диаметрі 60 см болып келеді. Ауыртатын синтол укол арқылы ол 25 килограмм қосқан. Бірақ жасанды жолмен алынғандықтан бұлшықеттерді аса қатты мықты етпейді. Бұл тек қана көлем беру үшін жасалады. Одан бөлек синтол оны өлтіруі мүмкін. Тағы да бір қауіп түрі ампутацияға дейін апаруы мүмкін. Вальгер бұл уколды соңғы 5 жыл бойы жасап келе жатыр. Ол жас кезінен жаттығу кешеніне барып тұратын. Салмаққа жинауға қарағанда экстремалды эффект жинауды синтолды пайдалануды кешенділер ұсынған болатын. Содан бері Вальгер синтолды жиілетіп бицепске, кеудеге және иыққа сала бастады. Вальгер адамдарды өзіне ерекше ықыласпен қарайтынына өте қуанышты. Майами қаласынан болатын Кортни Бранс әсерлі көлемге ие. Оның бөксесінің диаметрі 150 см-ге тең. Бұндай сәнді форма қызға табиғатынан дарымаған. 32 жасар Бранс биші болып жұмыс жасаған. Алайда бөксе арқылы танымалдығын арттырғысы келген Бранс көптеген рұқсат етілмеген уколдарды сала бастады. Осының нәтижесінде Бранстың бөксесі әсерлі көлемді алды. Сонымен қатар қыздың танымалдылығы шынымен артты. Алайда көп уақыт өтпей, еліктіргіш бөксе қызға кедергі жасайтын болды. Осыдан кейін Бранс ешқандай укол салдырмайтындығын айтты. Одан бөлек жақын арада қыз бөксені кішірейтуге арналған операцияны жоспарлап жүр екен. Плюс өлшемді модель Пенсильваниядан болатын Джо Эстли әлемдегі ең кең бөксесі бар әйел болғысы келеді. Қазір оның салмағы 245 килограмм. Ал күніге ұлғайтқысы келетін денесінің кең ауқымды бөлшегі 242 см болып келеді. Оған әлемдік рекордты жаңартуға бар жоғы 9 см жетпей тұр. Бобби Джо 5 баланың анасы. Ол модель болып фотосессияларға түседі. Ал жай ғана көретіндерге веб-камераға түсу арқылы айына $2000 дейін жуық табады. Дәрігерлер әйелге жақын арада жүру мүмкіндігінен айырылатындығын айтады. Себебі оның буындары артық салмақтан қатты зардап шеккен. Ал Бобби артық салмағының мәселесі жайында уайымдамайтындығын айтады. Оның демікпесі бар, және де жүру кезінде дем алуы өте қиын. Басорилал есімді үнді ер азаматы жергілікті жұлдыз атанған. Себебі оның 50 жастағы бойы 74 см-ді құрайды. Артынан қараған кезде кішкентай балаға ұқсайды. Дегенмен түрі толықтай үлкен адамдікі. Басори 5 жасынан бері өспей қалған. Себебін әлі күнге дейін ешкім білмейді. Бүгінгі таңда ол халық сүйіктісіне айналған. Көптеген туристер Басоримен сөйлесу үшін ауылына келеді. Ауыл тұрғындары біраз уақыттан бері Басоридің қолын ұстауды сәттілікке апарады деп ойлайды. Сондықтан болар Басори назардың жетіспеуінен зардап шекпейді. Ол үлкен ағасы және әйелімен бірге өмір сүреді. Олар Басориді өздерінің баласындай көреді. Сонымен қатар олар оны жуындырып арқасында алып жүреді. Адамды бұндай кейіптерге ұқсатпасын, салауатты өмір салтын ұстанайық. Ал сіздермен болған Мусин ТV. Видео ұнаса лайк басып бөлісе отырыңыздар.
келесі кездескенше.